Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика 1-ші сынып, 15-ші сабақ. Осы сабақта кездесетін жаңа тақырыппен бірге танысайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы 7 санының құрамы. Бұл сабақта сен 7 санның құрамын анықтайтын боласың. Балалар, сабақты бастамас бұрын каналыма тіркеліп қоюды ұмытпа. Сандардың құрамын анықтайық. Мына үйшіктегі сандардың құрамын бірге қай сандардың қосындысы арқылы жасауға болатынын тауып көрейік. 4 санының құрамы 2 және 2, тамаша, 3 және 1 және 0 және 4. Сонымен қоса, келесі 5 санының құрамы 5 және 0, 2 және 3, 1 және 4 сандарының қосындысынан құралады. 6 санның құрамы 3 және 3, 4 және 2, 1 және 5, 0 және 6 сандарының қосындысынан осы сандардың құрамын жасай аламыз. Өлең есептерді бірге шығарайық. Суретке назар аудар. Табақта 5 алма, қолымда 2 алма. Қосқанда барлығы болады неше алма? Неше алма санап көрейік. Бірінші табақтардағы алмаларды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 алмаға тағы 2 алма қосамыз. Әрине, жауабы 7 алма. Келесі өлең есепті шығарып көрейік. 7 асықтың үшеуін, барлығы міне 7 асықтың үшеуін досың сұрап алады. Айтсыз сонда нешеуі өз қолыңда қалады. Барлығы 7 асық болған, оның үшеуін алып тастаймыз. Бізде 1, 2, 3, 4 асық қалады. Өрнек құрастыратын болсақ, 7 азайтылған 3 тең 4 асық өз қолыңда қалды деген сөз. Олай болса, 7 санының құрамын тауып көрейік. Балалар, 7 саны қандай сандардың қосындысынан тұрады? 3 және неше екенін табу үшін біз 7-тен 3-ті азайтамыз, 4 болады. Келесі 7 санның құрамын табу үшін 4 және неше екенін білу үшін біз 7-тен 4 азайтамыз, тең 3. Яғни оның құрамы 3-ке тең. Келесі 7 санның құрамын табу үшін бізге бір белгілі, әрі қарай белгісіз сан қандай екенін табу үшін біз 7-ден 1-ді азайтамыз, 6 болады. Яғни 6 және 1 саны арқылы құралады. Келесі 0 болған кезде 7 азайтылған 0 тең 7. Яғни 0 және 7 сандарының қосындысынан 7 санының құрамын жасауға болады. 7 санның құрамын тағы да бір рет пысықтайық. 1 және неше санының қосындысынан құралған? 6, тамаша. 1, 2, 3, 4 және 3 санының қосындысынан тұралған. 1, 2, 3 және 1, 2, 3, 4 санының қосындысынан. 1, 2 және 1, 2, 3, 4, 5 санының қосындысынан. 1, 2, 3, 4, 5 және 2 сандарының қосындысынан құралады. 7 санның құрамын есіңде сақтап ал. Бірінші тапсырманы орындайық. Суретке қара. Әр сөредегі кітаптарды сана. Әр сөреде 7 кітаптан болу үшін неше кітаптан қою керек? Бірінші сөреде бізде 2 кітап болған кезде қосымша біз оған тағы да 5 кітапты қойсақ, бұл сөреде 7 болады. Келесі сөреде 1, 2, 3, 4, 5, 6 кітап болған кезде біз оған тағы да 1 кітап қосатын болсақ, бұл сөреде 7 кітап болады. Келесі 1, 2, 3, 4 болған кезде біз оған тағы да 3 кітап қосатын болсақ, бұл жерде 7 болады. Дәл солай мына жерде бізде бір ғана оқулық болатын болса, біз оған тағы 6 оқулық қоятын болсақ, бұл жерде 7 болады. Егер де 3 болған кезде 1, 2, 3 болса, біз оған тағы да 4 оқулық қосатын болсақ, оның құрамы, яғни бұл сөреде кітаптардың саны 7-ге толғады. Екінші тапсырма 7 санның құрамын жазайық. 7 санның құрамын табу үшін қызыл және көк кітаптардың санын анықтаймыз. Біріншіде бізде 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 көк және тағы да 1 қызыл кітаптың қосындысы арқылы жасалып тұр. Келесі 1, 2, 3, 4, 5 көк және 1, 2 қызыл. Келесі 1, 2, 3, 4 және 1, 2, 3-тің қосындысы. Келесі 1, 2, 3 және 1, 2, 3, 4-тің қосындысы. 1, 2 көк және 1, 2, 3, 4, 5-тің қосындысы және 1,
Онымен қоса 1, 2, 3, 4, 5, 6 кітаптың қосындысынан жасалған екен. Дұрыс орындай алдың деген ойдамын. Есіңде сақта, 7 санының құрамы 1, 6, 2, 5 және 3, 4 сандарының қосындысынан тұрады. Олардың орындарын әрине ауыстыруға болады. Оның орнын ауыстырғанымен 7-нің құрамы өзгеріп кетпейді. Үшінші тапсырма, бос орындарға тиісті сандарды ата және жаз. Яғни мына оқулықтарға байланысты біз төменде қосынды және азайғышқа байланысты өрнектер құрастыруымыз керек. Мысалы, біріншіне 1, 2, 3, 4, 5, 6 көк оқулық және қосылған 1 тең 7 деп жазамыз. Енді мына екі қосылғыштың орнын ауыстырамыз. Мына жерге, яғни 6-дан басталса, мына жерде 1-ден басталады. 1 қосылған 6 тең 7. Енді дәл осы сандарды пайдаланып, азайғыш, яғни айырма өрнек құрастырамыз. Ол үшін үлкен санды жазып аламыз. 7 азайтылған, біреуін азайтамыз. 7 азайту 1 тең 6 шығады. Енді осы қосылғыштың орындарын ауыстырамыз. 7 азайтылған 6 тең 1. Дәл осы ережеге сәйкес келесі өрнектерді мына суретке сәйкес орналастырамыз. Яғни жазып шығамыз. 5 қосылған 1, 2, 3, 4, 5 қосылған бізде 2 қызыл бар. Яғни 5 қосылған 2 тең 7. Енді 5 пен 2-нің орындарын ауыстырамыз. Яғни 2 қосылған 5 тең 7 болады. Дәл осы сандарға сәйкес енді айырма өрнек құрастырамыз. 7 азайтылған 5 бізде 2-ге тең болады. Енді 2-ні қоямыз мына жерге. 7 азайтылған 2 тең 5-ке. Дәл осылай үшінші кітаптарға байланысты өрнектерді құрастырып көр. Бірінші бізде 4 қосылған және нешенің қосындысы 7-ге тең болады. Ойлан. Әрине 3-тің қосындысы. Келесізде біз мына жерге қандай белгісіз санды орналастыруымыз керек? Әрине 3. 3 қосылған 4 тең 7. Енді айырмаға байланысты 7 азайтылған 4 нешеге тең? Тамаша, 3-ке тең. 7 азайтылған 3 нешеге тең? Әрине, дұрыс айтасың, 4-ке тең. Тамаша, барлығын дұрыс орындадың деген ойдамын. Соңғы 4-ші тапсырма, оқушылар кітапқа арналған бет белгілер жасады. Олардың әрқайсында көрсетілген санға сәйкес суреттер болуы тиіс. Тағы неше сурет желімдеу керек. Яғни мына жерде 1, 2, 3 бет белгі жасаған, енді тағы да оған 7 болу үшін неше бет белгі керек? Ойланып көр. Ол үшін 7-нің құрамын есіңе түсірсең болғаны. 1, 2, 3 болған кезде тағы да 4 бет белгі жасаса, барлығы 7 бет белгі болады. Келесі 6 болу керек, барлығы екінші қатарда 1, 2 бет белгі бар. Тағы да неше қосса бізде 6-ға тең болады? Әрине 4-ке. Келесі 5 бет белгі жасауымыз керек. Бізде жылдызша бет белгілерден 1, 2, 3, 4 бар. Тағы да неше қажет болады? Әрине 1 қажет. 5-ші тапсырма, жазуларды түсіндір, есептерді шығарайық. 4 қосылған 3 нешеге тең? Мәні 7. Енді осы жердегі 3-ті біз 3 деп жазып алмаймыз, оны 1, 1 және 1 сандардың қосындысы түрінде ашып жазамыз. Сонда 4-ті 1-ге, оны 1-ге, оны 1-ге қосамыз, ол да 7-ге тең болады. Келесі дәл осы 3-ті енді 2 және 1-дің қосындысы түрінде аламыз. Сонда 4 қосылған 2, қосылған 1, ол бізде 7-ге тең. Бұндай тапсырмаларды есептеуде, егерде 2-ге қосатын болсаң, 2 сандық сәуледе 2 белгіге аттайсың, ал 1-ге қосатын болсаң, 1 белгіге аттайсың. Дәл солай 7-тен 3-ті азайтайық, 4 болады, 7-тен 1-ді азайтсақ, 4 болады, 7-тен 2-ні және 1-ді азайтсақ, 4-ге тең. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау бол.